Ассаламағалейкум. Армысыздар ағайындар? Бармысыздар бауырлар? Айлар ағып барады, жылдар жылжып демекші, бұл осы айдағы ғана емес, жылдың да ақырғы жұмасы. Нұрталап, бір жылға қорытынды жасайтын уақыт келді дейсің ғой. Жыл 12 ай бойына тележурналда көтерген тақырыптар мен дайындалған айдарлар мен көрермендеріміз жақсы таныс болды деп ойлаймын. Базаргүл апай, дұрыс айтасыз. Биылғы жыл біздің өңіріміздің дамуына, оның ішінде ұлттауымыздың руханиятына жанашыр жандардың, кейіпкерлеріміздің өмірінде қандай жақсы жаңалықтар, маңызды оқиғалармен айшықталды деген сауалға жауап іздеп көрсек. Мен де сіздердің айтқан ойларыңызға қосыламын. Биылғы жылды жұмысшы мамандықтар жылы деп атап, қарапайым еңбек адамдарының қоғамда танылуына тиісті деңгейде құрмет көрсетуге арнадық емес пе? Нұрталап, менің ойымнан дөпістің. Сондай ауыл адамдарын кейіпкер етіп алып, қалам құдіретімен жарқыратып көрсеткен Қазақстан Республикасы Жазушылар одағы Ұлытау облыстық филиалының директоры, Ұлытау облысының құрметті азаматы, құрмет орденінің иегері Батырбек Мырзабеков. Жазушы ағамыздың Тау түбіндегі ауыл кітабының тұсаукесері осы желтоқсан айында Ұлытау ауданында өткен болатын. Қазір жұмадағы жүздесу айдарына кезек берейік. Ұлытау дегенде, Ұлытау қасиетті тау дейміз. Ұлытаудың қасиеті оның халқымен, адамменен. Адамсыз тау жай тас болып қалады. Ал маңайында ел қонған ері бар, тау елдің тауы болып есептеледі. Қазақтың сіздің басын қосқан Ұлытаудың атын қанша айтсаң да, қанша жазсаң да, ол өзінің сол мәртебесінде, өзінің биіктігінде, өзінің сол көлемді қалпында асқақтай береді. Мен де осы Ұлытау десе бүкіл қазақ сияқты жалт қарайтыным анық. Оның сыртында ұлағатын ұғып өскен, ұлының қаны ішкен тасшылықтың тұнығын. Шынымды айтсам, бақыттымын, мен шексіз жайтау емес, Ұлытаудың ұлымын деймін. Иә, тау көп, Алатау, Қаратау, Қазақ таудан кенде емес, бірақ Ұлытау біреу. Сол Ұлытаудың ұлы болғандығымды мен мақтанам. Және Ұлытауы бар қазақ мақтауға тиісті деп ойлаймын. Ал енді Ұлытау деген кезде оның небір марғасқа ұлдары керемет дана данышпан қыздары болды. Оларды біреу білсе, біреу білмейді. Ал енді оларды біздің мен 50 жылдың үстінде қалам ұстап келе жатыр екенмін. 78-іне қарай кеттім. Соның бәленбай жыл осы қалам ұстаппен келе жатырмын, жазып келемін. Ал енді маған ой келеді. Ұлытаудың басында кімдер болды, кімдерді көрдім, қандай ғұламалар, қандай данышпандарымызды көз алдымнан өткіздім дегенде, оны мен өзім біліп, өзімен өзім кеткенде не болады? Ұрпаққа рас. Бәрін бірдей жазып, бәрін бірдей елдің жадына сайып кету мүмкін емес шығар. Өйткені кітаптың көлемі белгілі. Ал соның ішінде де елдің есінде қалған дегенде, мысалы, мен Ұлытаудың осы Ұлытау атын көтерген азаматтар дегенде, Ұлытаудың басында менің бала кезімде бір 4 ақсақал болды. Досжан деген кісі, Есеншора деген кісі, Иман Ғажы деген кісі, Бодман деген сияқты. Сондай кісілер осы Ұлытаудың қадір қасиетін көрсетіп, балаларға үлгі өршітті. Әбіт деген кісі болды, Тынбайдың Тұрсын деген кісілер осы елдің тұтқасы еді. Менің бала кезімде үлкендер жалпы сол кісілер ауылдың қай жерінде кімде кемістігі бар, кімнің жетіспейтіні бар, солар шешетін. Бәленшенің үйінің биыл отын жоқ, түсіріп береді. Бәленшенің шөбі, бәленшенің баласы үйін туған жағдай жасау керек. Міне олар сол кезде Ұлытаудың менің түсінігімдегі адамдар, қоныстанғандар, үкіметке қол жайып, маған мына әкеп берді ме, сол шалдар бәрі шешіп тұрады. Біреудің баласы үйленсе, құтты болсын айтады. Бәленшенге келеміз, кірпішінде құйып, балаңа отау құйып салып береміз. Біреу қайтыс болса,
орны көрсек, хабарын қазып береміз дейді. Солар сол елдің тұтқасы еді. Оның ізін жалғастырған жастарда болды кейінгі. Небір жаңағы күш иелері болды, ақыл иесі болды. Сол жігіттердің атын, ісін кейінгі ұрпаққа қалдыруды мақсат етіп, осылай жаздым. Бір нәрсе, басташық бұл ұлтауда тұрғандардың дізімі емес. Мәнне шығалып қойып, түген шығалып қойып деп дізімен дейтін емес. Осындай биттей болса да, мысалы, осының ішінде өте жақсы деген бір тақырып бар. Өте жақсы дегеніміз біздің осы елге танымал кісі Байғожа деген кісі болды. Сол кісі құттықтасын айтуға барса да өте жақсы дейді. Қазағы барса да өте жақсы дейді. Ол аң-таң, бұныкі несі жақсы? Өліктің несі жақсы деп ойлайды. Тіптен осы кісінің есі дұрыс па дейтіндер де болды. Ал сонда ол кісінің өзінің баласы қайтқанда ауылдың үлкендері барып көңіл айтып отырған кезде, қайтты ма өте жақсы дейді. Сонда жұрт өте сенің есің дұрыс па, сенікі несі? Сонда айтты, жоқ. Ол баланы маған кім берді? Құдай берді. Құдай бергенде мен өте жақсы дедім бе? Дедім. Енді Алла өзің берген өзі алды ма? Алды. Өте жақсы емес пе дейді. Міне, философия қайда жатыр? Бұл қайғыны жеңудің, қуанышты дұрыс қабылдаудың кейінгілерге бір салған жолы сияқты. Көрдіңіз бе міне? Осының ішінде мысалы Байдарбектің Бекжан деген бір тақырып бар. Осы ұлтаудың президенті волейбол жақсы ойнайтын. Әскерге барғанда тіптен соның волейбол ойнағанына қызыққан армияның бас командасы ЧСКА-ға соны шақырады. Ол секіргенде мұны волейбол торының ортамелі шейін жиес көтеріледі. Оны ұрған доп ешкім қатысып ала алмайтын. Соның бар кінәсі ұлтауды жақсы көргендігі ЧСКА-ның құрамына қалмаймын, ауылға қайтамын дейді. Соны жібермей 6 ай ұстап қалады. Бәрі ауылға қашқандай болып келеді. Міне, қараңызшы. Ол даңқ атақ десе ЧСКА-ға кетер еді. Сол кездегі үлкен елге ЧСКА-ның волейболшыларын бір ойнайтын еді. Сондай спортсмендер де керемет болды, жақсы. Басқа жігіттер де көп. Бұның үстінде қарасаңыз көп нәрсе бар. Мысалы Төрегелдінің осы ұлтаудағы медицинасын көтеруге істеген шаруасы. Жалпы ауылдың адамдарына. Осы жерде басқа ұлттың өкілдері болды. Кешегі Қаныштың ашқан мынау подхоз қосалқы шаруашылыққа қатысып қойдым. Соның іргесін көтеріп, сонда жұмыс істеген басқа неміс ұлтының, Беларусьтың басқа сондай олар мына Аграрат көшесіне тұрды. Мына осы тұрған, біз тұрған жердің 150 метр жерден кейін Аграрат көшесі басталады. Шәріпбектің үйден басталып, Шенеудің үйден аяқталады. Осы ортада жаңағы 20-30 басқа ұлттың өкілдері бар. Бәрі қазақша біледі. Міне қараңыз. Сол сияқты сондай осы жердегі мен өзім көзім көрген, құлағым естігендердің ішінен жадында қалғандарын жаздым. Рас, одан да көп. Біреу өкілі мүмкін менің әкім қалып қойды, біреу айтуы мүмкін менің анам қалып қойды. Бірақ қалам ұстаған жаңғыз мен емес. Менен кейін де өмір бар. Менен кейін де жазатындар бар. Бұлай қарасаңыз, бұл іс салынды. Ал енді жазыңыз. Менен қалып қойғанды алып жазыңыз. Жаңалап жазыңыз. Еркіңізде. Мен өзімнің ойыма алған нәрсемнің жартысын болса атқардым деп ойлаймын. Бірақ ұлтау туралы менің жазатыным әлі аз емес. Құдай ғұмыр берсе, жазамын. Мүмкін менің сол осы өмірге келгендегі бір миссиям туған жерімді насихаттау шығар. Жыл бойы көтеріп келген дін мен дәстүр жастарымызды жат ағымның жетегінде кетуден сақтандыратын сұхбаттар легін бүгін тағы бір тақырыппен толықтырсақ. Тележурналымыздың таным айдарына да кезек келген сияқты. Бірге көрейік. Ғабит Ерланұлы, біздің студиямызға қош келдіңіз. Енді біздің бүгінгі тақырыбымыз ұлттық құндылықтар. Жалпы алғанда енді дін мен дәстүр бүгінде өзекті тақырып, қоғамда жиі талқыланады. Енді алғашқы сауалым, сіз енді дінтанушы маман ретінде жауап берсеңіз, бүгінгі жаһандану кезеңінде ұлттық құндылықтарды сақтаудың негізгі жолдары қандай? Өте орынды және өзекті сұрақтардың бірі. Енді ұлттық құндылықтарды, ұлттық кодымызды, ұлттық санамызды сақтауда бұл тек қана біздің тікелей мемлекетімізге немесе тікелей біздің елімізге қатысты дүние емес. Себебі қазіргі 21 ғасырда цифрланған заманымызда
бұл ұлттық құндылықтарды сақтау барша бүкіл әлемдік дүниежүзілік бір глобальный проблемаға айналып отқаны бәрімізге мәлім. Себебі күннен күнге ақпараттың жаңағы қарқынсыз дамуы ол тікелей біздің жастарымызға және ұлттық құндылықтарымызға әсер етіп жатады. Сол себепті біз ұлттық құндылықты сақтауда бірнеше жолдарды қарастыратын боламыз. Енді жалпы ұлттық құндылықты қарастырмай жатып, ұлттық құндылық дегеніміз не деген тақырыпқа тоқталайық. Ұлттық құндылық дегеніміз бұл біздің ата-бабамыз сонау замандардан бері бізге қалыптастырып кеткен өнеге, тәрбиеміз, бұл біздің тіліміз, дініміз, дәстүріміз, өнерлеріміз, салт жораларымыздың барлығы бұл біздің ұлттық құндылықтарымыз болып табылады. Енді ұлттық құндылықты біз қалыптастыруда, оны сақтап қалуда ең бірінші өзіміздің ана тілімізден бастауымыз керек. Яғни тікелей отбасы институты жатады. Яғни отан отбасыдан басталады деп бізде қазақ халқы бекер айтпаған. Сол себепті отбасы институтында әке мен баланың арасында, бала мен ананың арасында, бауырларының, туыстарының арасында өз ана тілінде сөйлеу бұл біздің ұлттық құндылықтарымызды сақтап қалады. Екіншісі бізде тарихи құндылықтардың барлығын жаңарту. Яғни біз тек қана күнделікті тарихи оқиғаларды тек кітаптардан ғана немесе бір журнал газеттерден оқымай, оны біз тікелей өмірімізге сіңіруіміз керек. Яғни жаңа форматта, яғни цифрлық дамыған заманда әлеуметтік желілерде қысқа, шағын бір подкаст ретінде немесе бейнероликтар, анимациялар ретінде біз тарихи құндылықтарымызды арттыруымыз қажет. Енді бұл жерде біз не нәрсені ұғынамыз? Ұлттық құндылықтарымызды сақтау, тілімізді сақтау, ділімізді, дінімізді, дәстүрімізді сақтайтын болсақ, ешқандай да бір сырттан келетін жат идеологияларға, деструктивті діни ағым өкілдерінің арбауына түсіп бізге кепілдік беріп отырады. Жастардың ұлттық сана сезімін қалыптастыруда отбасының, білім беру жүйесінің және ақпараттық кеңістіктің рөлі қандай? Өте бұл да өзекті сұрақтардың бірі. Енді қазіргі таңда 21 ғасырдағы жас буын бізде Z поколениясы болып табылады. Енді мен психолог ретінде, сонымен қатар дінтанушы ретінде психологический аспекті тұрғысынан жаңағы саралайтын болсам, қазіргі таңда жастардың ойлау, ой үрдісі, олардың сондай бір эмоциялық тұрақсыздығының әсерінен көбінесе бұл ұлттық сананың, ұлттық кодтың өзгеріп кетіп жатқаны бәрімізге мәлім. Енді осы ұлттық кодты, ұлттық құндылықтарды бізде сақтауда ең бірінші бізде отбасы институты тікелей әсер етеді. Өйткені бала дүниеге келгеннен бастап оның алғашқы тәрбиесі, оның алғашқы сөйлеу тілдерінің барлығы отбасынан басталады. Сол себепті отбасында ананың, әкенің, әженің тәрбиесі болуы бұл басты міндет болып табылады бізге. Ал одан кейін барып бізде білім беру жүйесі. Жалпы білім беру ол тек қана балаға ақпараттарды ғана бермейді, ол сонымен қатар өмірлік жолын таңдауға, өмірлік ұстанымдарын қалыптастыруға және ол жердегі барша тарихи, әдеби сабақтардың барлығын ғылыми тұрғыда негізделіп шығаратын білім беру ортасы болып табылады. Енді бізде білім беру жүйесінде мынандай бір жетіспейтін тұстары бар деген мен сіздерге ашық айтқым келіп отыр. Білім беру жүйесінде қазіргі таңда енді зерттеу жұмыстары бар, практикалық жұмыстары бар, бірақ оқушыларды қызықтыру, жас буынды қызықтыру форматында неге оларды музейге, немесе неге оларға бір жаңағы практикалық сабақтар ретінде үйретпеске деген түсініктерді қалыптастырғым келеді. Себебі бұндай бала теориялық жағынан емес, практикалық жағынан көзбен көріп, қолмен ұстап, оны сезінетін болса, онда біз ұлттық құндылықтарымызды әрине тікелей сақтап отырамыз. Үшіншісі бізде ақпараттық кеңістік. Енді барлығымыз білеміз, ақпараттық кеңістік дамыған заманда барлығымыз әлеуметтік желіні қолданып отырамыз. Ал бізде үйде отырған жас буындарымыз, немесе жас буынның барлығы бізге қараған кезде ақпараттық кеңістікті 2 есе артық қолданады деген мәліметтерге сүйенеміз. Енді осындай ақпарат дамыған заманда бұрындары біз есіңізде болса, бір ақпаратты, жаңалықты есту үшін газеттерге немесе теледидарға жүгінетін болатынбыз. Оны біз апталап, күндеп, айлап, тіпті кітаптардың шығуына жылдар уақыт кететін. Ал қазір тек қана бір жаңағы кнопканы басудың арқасында біз миллиондаған адамдарға жалған ақпаратты да және ресми ақпаратты да беріп отыратын кеңістіктеміз. Енді ресми ақпаратты алуда ешқандай бір жаңағы проблема жоқ, мәселе жоқ. Ал жалған ақпаратты таратуда бар, Сол себепті жалған ақпараттардан сақтану барысында дәл осы ұлттық құндылықтарға байланысты біз тарихи жаңағы
біздің мұраларымызды, біздің өнерлерімізді, біздің салт дәстүрлерімізді дамытуымыз керек. Подкаст ретінде, анимация ретінде, тіпті оны музыкамен де байланыстырсақ та болады. Сол себепті бұл ақпараттық кеңістіктегі біздің құндылықтарымызды сақтау, яғни осы үш негізгі тірек бірге байланысатын болса, яғни отбасы институты ол бізге негізді қалыптастырып береді, мектеп ол бізге терең соны сіңіруге көмектеседі, ал ақпараттық кеңістік ол біздің бойымызға сіңіруге қалыптастырады. Яғни осы үш негізгі фактор адамның өмірінде орын алатын болса, ұлттық құндылықтарымыз әрине жоғалмас. Жақсы, ал енді осы ойыңызда жалғастыратын болсақ, ұлттық құндылықтарды қазіргі заман талаптарына бейімдеп дамыту үшін қандай тәсілдер қажет? Енді ақпарат, технология, мәдени саласы дамып жатқаннан кейін бізге ең алғашқы негізгі форматта цифрлық даму қажет болып табылады. Енді біз ұлттық құндылықтарды сақтау барысында жаһандану процесіне өткен кезде біз ұлттық құндылықтарды негізін өзгертуіміз қажет емес. Оның жай ғана бізге аудиторияға ұсынатын формасын өзгертуіміз қажет. Мәселен, цифрлық заманда алатын болсақ, қазіргі таңда TikTok, Instagram, әлеуметтік желілер арқасында біз ұлттық құндылықтарымызды жаңа бір формада ұсынуымыз қажет. Оған бұл бір мысал ретінде айтайық. Ұлттық тағамдарды пісірудің өзі, немесе қолөнерді, сондай бір ұлттық аспаптарға үйрету формаларын осы интернет желісі арқылы жеткізу бізге өте тиімді болып түседі. Сонымен қатар бізде ұлттық мәдениетті заманауи өнермен байланыстыру. Ол да тікелей осы негізгі тақырыпқа келіп тіреледі. Дәстүрлі өнермен біздің қазіргі таңда 21 ғасырдың музыкалық стилін үйлестіру. Енді бұның барлығы бір ұлттық құндылықтарды дамытудағы негізгі форма ретінде айта аламыз. Бүгін осы жылдың ақырғы жұмасы. Өлі риза болмай, тірі байымайды демекші, биылғы жылы өмірден озған өңірімізде ғана емес, республикаға да танымал тұлғалар жайлы тағзым айдарында еске алсақ. Халықтың көңілінен шығып, кейін дәстүрге айналып өткізілетін мазмұнды іс-шаралардың басталуынан соңына дейінгі ұйымдастыру барысын толық қамтып жазып шығатын, әрі сол қалпында көпшілікке жеткізілуіне атсалысатын жандар жайлы көбіне біле бермейміз. Немесе олар елеусіздеу қалады. Біздің өңірде де алғаш Наурыз мейрамын тойлаудың 98 беттік сценарийін жазған, Алаштың арыстарының атамекені Ақтоғайда өмірге келген, өзі де алашшыл азамат Қайырбек Изатбекұлы Сәдуақасов болатын. Иә, Базаргүл апай, халқымызда ғалымның хаты өлмейді, жақсының аты өлмейді деген сөз бар. Қайырбек ағамыз биыл ақпан айының 17-сінде өмірден озды. Қайырбек аға ұлтқа қажетті көп дүниелердің жаңғыруына, халық жадына оралуына зор үлес қосты. Игі істердің бастауында тұрды. Қазақта ер жігіттің абыройы көтеріліп, иісі ұлыс мойындайтын тұлға Ұлытаудың басына шыққан тұлға. Ал Қайырбек ағамыз Ұлытаудың басына бір рет емес, 3 рет жаяу көтеріліп шыққан. Төбеге шығып төңірегіне қарап, сол Ұлытаудың биігінен дөңгеленген қазақ жерін түгел көріп, көкірегіне сейдірған. Содан түскеннен кейінгі ұлы жолдары Жошқан, тағы да басқа Алтын шоқы, Қан ордасы сияқты мекемелерді қалпына келтірген тұлға. Сонысымен де ол қазақтың көкейінде мәңгілік қалады. Ұлытаудың басында тұрып, қазақ даласын түгел қарап, самалмен бірге жан дүниесіне кіргізген және оның жүрек тамырына ең қасиетті нәр ұлт мүддесі, ел мүддесі болып енген ұлы нысана ол Алаш нысанасы. Әлекеңнің, Әлихан Бөкейхановтың, Әлімқан Ермековтің, Жақып Ақбаевтың, Ақайдың Қасенінің іздерін осы кеңес тұсының өзінде сөздерін жиып, теріп, тағдырын ретке келтірген адам да Қайырекең көп саналады. Және
Әлімхан Ермековтің осы мына қазақ территориясын тұңғыш рет бекіттірген Ленинмен кездескен кезіндегі сөзін хатқа түсіргендей қып жазып түсіргенде осы Қайрекең. Мен сол Қайрекеңнің еңбегін оқи отырып, Әлімхан Ермеков қазақтың территориясының алғашқы бекуі туралы еңбекте пайдаландым. Сол ұлы істерді атқара жүріп, кеудесін өзінің даласынан биік көтермеген адам. Біреулер қыран құсап, аспан құшып, шарықтап кетеді ғой. Жоқ, бұл кісі жер бауырлап ұшқан қыран сияқты бәрін көкейіне сейдірді. Майда қоңыр жанға жайлы, ақырын байыппен арасында күлдіре отырып түсіндіретін ең бір өзім көрген адамдардың ішіндегі ибалысы, қасиетке ие, киелі мінезі бар адам осы Қайрекең. Аға сияқты сыйладым, жездем сияқты қалжыңдастым, бауырым сияқты жұмсадым. Егер осы шоуын орындамасам, ол кісі неге ренжіп тұрсыз сұрауға болам екен дейтін. Сондықтан да кішілігі мен кісілігін білдіртпей алдыңа сап отырғанда, сен өзің сол білген қасиеттермен қоса жүретінсің. Қазақ даласына жылу беретін, мағына беретін, адамгершілікке, адамдардың арасында қарым-қатынасқа, тарихқа, өткенге деген құрметке, сөзге, тілге деген жанашырлық және өзі жаны күйіп, өз жан жүрегінен өткізетін тұлға болатын. Марқұм өзінің барлық жазған әңгімелерін маған беріп алғы сөз жаздырды. Сонда оқып отырып таң қалдым. Қара сөзді әртүрлі көркемдік жүйе деген болады. Бұл кісінің шығармаларының барлығы қазақтың ауыз екі баяндау істерін прозаға түсірген. Мұндай жазушы Жүсіпбек Аймауытов өзіңмен сөйлесіп, әңгімелесіп отырып, ойын көркем шығармаға түсіріп, оқиғаны дамытып, көркемдігін шешіп, жеткізетін. Қайрекеңнің әңгімелері мен повестерінің бәрі сол. Қазақ прозасындағы ауыз екі баяндау тәсілін дамытқан осы әттең шіркін. Өмір қаламға емес, тіршіліктің қадамында өтті. Сонысымен де ол өзінің ісімен де қазақ сөзінде, қазақ тарихында із қалдырған, үнемі жетпей тұратын бір қайырлы, бекті, бекзатты ақ еді. Қара шаңырақ Қарсақбайдың қазыналы қариясы, замана бір рухташ жандардың ақылшы ағасы, өрелі өнердің жанашыры, өлке тарихының білгірі Тоңболат Мұқанұлын өткен шақпен еске алып, естелік айтудың өзі ауыр. Жұма тележурналына осы айдарды Тоңболат ағаға арнаймыз дегенде, туған жері Қарсақбайынан, қазыналы Қарағандыдан, Ұлтиясы Ұлытаудан, Қанаттас қала Сәтбаевтан, Мысты шаһар Жезқазғанынан, қамшының сабындай қысқа ғұмырда сыйласқан, құрмет тұтқан жандар телеарнамызға арнайы келді. Туған жерінен Зейпін Зікір қызы өнегелі өмір иесінің ғибратты ғұмыры жайлы бір үзік сыр ретінде бейнематериал дайындап жіберді. Қарсақбайды ойласақ, көптеген тұлғалардың есімін жаңғыртуға болады.
тарихта қалды олардың есімдері. Енді міне 10 күннің 2 аптаның шамасында сол тұлғалардың қатарына қадірлі ағамыз, өлкетанушы, қарсақбайлықтар үшін ғана емес, ұлытау жезқазған халқы үшін ерекше қымбат ағамыз Тоңболат Мұқанұлы да сол тарихи тұлғалардың есімінің қатарына қосылды. Тоңболат Мұқанұлы ағамыздың осы аймақ тарихына, ел жер тарихына, жер су атауларына, елдің қоныстануына қатысты, тұлғалардың тарихына қатысты баспада жарияланған дүниелері өз алдына бір төбе. Енді ол кісінің қоржынында, мұрағатында сақталған дүниелер тіпті шан теңіз. Ол кісі кез келген деректі өзі дәйектеп, жан жақты зерттеп алмай, ел ішіндегі әңгімелерменен, ақпараттарменен салыстырып, тарихи кезеңменен салыстырып алмай, ешқашан жарияламайтын. Бұл енді кейбір тарихшыларға да өте қажет қасиет, осындай қасиеті болатын. Қарсақбай тарихына қатысты ерекше еңбегі мынау тұтастай аймаққа есімі берілген Қарсақбай Айбекұлы атамыздың есімін шығару, мәңгілікке қалдыру. Мына Қарсақбайдың заводы тұрған жер Қарсақбай ашасы деп аталады, Қос Қоңыр төбе. Осы төбенің етегінде Қарсақбай Айбекұлы бабамыздың қыстауы болған. 90-шы жылдардың басында Жаңарқа энциклопедиясының бірінші басылымы шықты. Жұмаділдин ағамыз болар, ұйымдастырылған жазушы, деректанушы. Сонда бір жаңсақтау пікір кетті. Қарсақбай деген кісі Жаңарқадан көшіп келген бабамыз екен. Осы төбенің етегіне қоныстанып, үрім-бұтақ өсірген екен, кейін ұрпақтары заводта жұмыс істеген екен. Сол кісінің есіміне осы аймақ аталған екен деген пікір айтылды. Осыған күйіп пісіп, ол кісі көп ізденіп, Қарсақбай Айбекұлы осы жердің тұлғасы екен, мынау соның қыстауы екен, сол кісінің кіндігінен өрбіген 10 баласы осы жерде өмір сүріп жатқанын дәлелдеп, ұрпақтардың басын қосып, мына төбенің етегіне ескерткіш белгі орнаттырды. Міне тарихты қалпына келтіру деген осы. Ерекше зердесі халықтың жырларын, ақындардың ұтымды өлеңдерін, толғауларды, тұтас жырларды жатқа білетін. Мен ең бірінші рет бұл кісінің аузынан мына Қаныш атамыздың әкесі Имантай дүниеге келгенде 8 серінің ұзақ толғауын осы кісінің аузынан естідім, кейін баспада жарияланды. Оны зерттеген Биғожин ағамыз болатын, этнограф, деректанушы. Сол кісінің аузынан жазып алған екен бұл кісі. Биғожин осы жаққа келген уақытта ешкімнің үйіне соқпай Тоңболат ағаның үйіне кеп жататын. Жаңағы толғау өзі 150 жол мекен, 120 жол мекен, сондай ұзақ толғау жатқа білетін. Әр жолында кісі аты, әулие әмбиелер, атақты тұлғалардың атауы, жер су атауы, орталық Қазақстан арқаға қатысты тарихтың атауы тұрады. Сонда айтамыз, аға осының бәрін неменеге жатқа айтып жүрсіз десе, ойбай, оның ішінде біздің осы аймақтан 2 тұлғамыздың есімі бар емес пе деп күлетін. Ерекше адам еді. Биыл Қожабай ақынның 175 жылдығы. Ал тарихи деректерде, әдебиеттерде, әдебиет тарихында Қожабай ақынның жылы, туған жылы дұрыс көрсетілмеген. Осыны ол кісі міне 30 жылдан бері айтып келе жатыр. Ғалымдарға да айтты. Биыл өзі айтып жүретін, мына газеттерге, баспаларға бір бет, 2 бет Қожабай туралы бір дүние берсек деп. 1850 жылы туғанын Тоңболат Мұқанұлы ағамыз дәйектеп, зерттеп, тіпті баспасөзге беріп, кітапқа енгізіп кетті. Бірақ әдебиет тарихында әлі ол туған жылы өзгерген жоқ. Тоңболат ағаның бұлай өзі өмірдегі бір өте көркем мінезді кісі еді, өте нәзік адам еді. Кез келген бір рухани мына дүниесі өте бай адам еді. Нәзіктігі сол, ол кісі мынау Жезқазған менен мына Сәтбаевтың ортасындағы бір алаңқайда үлкен жерде қызғалдақ өсетінін білесіздер. Сол қызғалдақты, табиғи қызғалдақты өзінің ауласында өсірген адам. Осыдан 10-15 жыл бұрын түйінін қазып әкеліп, ауласында отырғызып, ол табиғи қызғалдақ. Қазіргідей мынандай бір теплицаларда өсіретін дүние емес. Сонда осыны не қылып өсіріп жүрсіз десе айтатын, қызғалдақтың өмірі дейді, адамның өмірі сияқты ғой дейді. 5 күндік ғұмыр деген осыдан алынған сияқты дейді. Қызғалдақтың өмірі 5-10 күндік қана өмір ғой. Адамның өмірі сияқты дейді. Бітті, одан кейін қызғалдақ жоқ дейді.
сол бізге берген бір уәдесі бар еді. Осы Қызғалдақты биыл күзде Қарсақбайдағы Қаныш Сатпаевтың музей үйінің ауласына әкеліп өз қолымен отырғызып берем деп айтып еді. Енді ұрпақтары бар, Құдайға шүкір бұл кісіні танитын адамдар бар, тура сол сөзді айтқанда, үлкен жиында айтқан, естіген адамдар бар. Болашақта ұрпақтары осыны ескеріп, мынау алдымызда қазан айының 19-ында алғаш мысалынған күн жақындап келе жатыр. Сол күні Қарсақбайдағы Тоңболат ағамыз ерекше құрмет тұтқан Қаныш атамыздың музейінің ауласына сол кісінің аманаты сияқты өзінің үйінде өсірген қызғалдағының түйіндерін әкеп жерсіндірсек, сондай бізде арман бар, ұрпақтары осыны ескерсе деп ойлаймыз. Алхамдулиллахи раббил аламин, аррахманир рахим, малики яумидин. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين Осымен тележурналымыздың жыл соңындағы санын аяқтаймыз. Алдағы жылы да сіздерге жеткізер жақсы жаңалықтарымыз көп болсын. Келер жыл берекесімен келсін, жемісті жайлы болсын. Жаңа жылда жүздескенше.